Жазғы сауықтыру кезеңінде әр күніміз таңғы сергіту жаттығуынан басталады. Таңғы жаттығу балалардың ағзасын сергітіп, бұлшық еттерін шынықтырады, қимыл қозғалыс белсенділігін арттырады, көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Тыныс алу жаттығулары өкпенің жұмысын жақсартып, ағзаны оттегімен қамтамасыз етеді. Терең дем алып, баяу дем шығару балалардың тыныс алуын реттеп, жалпы денсаулығын нығайтуға ықпал етеді. Денсаулық жолымен жалаң аяқ жүру ағзаны шынықтырудың тиімді тәсілдерінің бірі. Массаж жолы табан бұлшық еттерін белсендіреді, қан айналымын жақсартады, тепе-теңдікті сақтауға және жалпан табандылықтың алдын алуға көмектеседі. Жеке бас гигиенасын сақтау мен су ішу тәртібі салауатты өмір салтының негізі. Бұл балалардың денсаулығын сақтап, жаз мезгілінде ағзаның су тепе-теңдігін қамтамасыз етеді. Дәлдікке арналған бұл ойын балалардың аяқ бұлшық еттерін шынықтырып, қозғалыс үйлесімділігін, тепе-теңдігін, дәлдігін және ептілігін дамытады. Дәлдеп лақтыру ойыны көз бен қол қимылының үйлесімділігін дамытып, дәлдікке, шапшаңдыққа және зейінділікке баулиды. Ұлттық ойындар мен танымдық тапсырмалар арқылы балалардың логикалық ойлауы, зейіні, есте сақтау қабілеті және шығармашылығы дамиды. Қазақтың ұлттық ою-өрнектерімен жұмыс жасау балалардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттырады. Ұлттық қолөнер элементтері балалардың ұсақ моторикасын дамытып, ұқыптылыққа, төзімділікке және ұлттық дәстүрді құрметтеуге тәрбиелейді. Жол қозғалысы алаңында балалар ойын арқылы жолда жүру ережелерін меңгеріп, қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын қалыптастырады. Сурет салу балалардың қиялын дамытып, шығармашылық қабілетін шыңдайды. Әрбір сурет баланың өз ойын еркін жеткізуіне мүмкіндік береді. Бұл ойын балалардың зейінін, логикалық ойлау және санау дағдыларын дамытады. Көбіктегі нүктелер санын анықтап, соған сәйкес алға жылжу арқылы балалар есептеу қабілетін жетілдіріп, кезек сақтауды, ережеге бағынуды және жеңіске ұмтылуды үйренеді. Дені сау, білімге құштар, ұлттық құндылықтарды құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу біздің басты міндетіміз. Көңілді жаз жобасы аясында әрбір бүлдіршіннің денсаулығын нығайтып, жан-жақты дамуына жағдай жасаймыз. Өйткені бүгінгі бақытты бала ертеңгі елдің мақтанышы.